Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін балық қуыратын боламыз. Балықтың қытырлап хрустящий болып шығуының құпиясын айтамын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз бүгін сазан балығын қуырамыз. Алдын ала жақсылап жуып, тұздап қойдым. Соусына осылай бір жұмыртқа, яғни балықты қуыратын соустан дейміз. Бір жұмыртқа қажет. Егерде дәмдеуіштер қаласаңыздар, дәмдеуіш қосуға болады. Алдымен бір жұмыртқамыздың үстіне осылай жарты пиала су құямыз. Және де 3 ас қасық ұн саламыз. Толтырып осылай саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың іртігі кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Кішкене қоюлау қол, үстіне тағы да азырақ су құямыз. Массамыз дайын болды. Осындай сұйықтықта болу керек. Енді қызып тұрған майымызға балығымызды қуырып аламыз. Алдымен соусымызды үлкенде ұрыстап құямыз. Себебі мен балықты батырғанда сыймайды. Осылай бір ыдысқа құйып аламын. Енді балығымызды шетінен алып, осы соусымызға батырып қуырамыз. Ыдысымызға майымызды құйдық. Астын орташа отта қоямыз. Балығымыз кептетпеу керек. Майымыз кішкене қыза бастады. Үстіне балығымызды салып қуырамыз. Балықтарымызды осылай екі бетін әдемі қызартып қуырып аламыз. Балығымыз дайын болды. Өте әдемі, қып-қызыл хрустящий болып шыққан. Сыртынан мінекей қытырлап тұр. Дәл осы рецептпен